Қазір биылдан бастап күнделік кезетке қымызды жүктеудің жаңа форматы іске қосылды. Яғни біз оған Google диск арқылы, сілтеме арқылы қымызды жүктейміз. Бұрынғыдай қымызды документті құжатты жүктемейміз. Ол үшін бізде міндетті түрде болу керек Google дискін ашылған Google'ымызға сол жерге өзіміздің қымыздарымызды жүктейміз. Қалай жүктейміз, оны қазір көрсететін боламын. Ең алдымен өзімізге мынандай көрсетіліп тұрғандай қымызды папкасын ашып алуымыз керек. Қазір мен мынаны кетіріп тағы новыйдан ашатын боламын. Қазір мынаны жоямыз. Енді осы бетке Google дискінің ашылған главный бетіне кіреміз де сол жерге жаңа папка ашамыз. Осы главный бетте жоғарыда бізде көрсетіліп тұр. Создать дейтін орынға барып бір рет басамыз. Сол жерде создать папку бірінші тұрған батырманы басамыз. Мына жерге біздің папкамыздың атын жазамыз. Бізге қазір керегі 2-ші сынып қымызды. Өзімізге оңай болу үшін осылай атын жазып сақтаймыз. Создать етеміз. Яғни қымыз папкасын құрамыз. Енді осы құрылған папканың ішіне кіреміз. Іші бос тұр, көріп тұрсыз. Енді осы жерге қайтадан создать батырмасын басамыз. Загрузить файл. Файл жүктейміз. Біздің файлымыз қай орында тұр, қалай сақталып тұр, соны ашып кіреміз де. Мысалы, менде қымызды дейтін папкада 2-ші сыныптың қымызлары тұр, дайын жасалған. Бірінші қымызды таңдаймын. Сөйтемде открыть етіп қымызды жүктеп аламын. Менде қымызды жүктелді. 3 нүктені басамыз, жанында тұрған. Осы жерде бөлісі деген тұр. Сол жерде открыть доступ деп тұр. Бәріне көруге рұқсат етілетін етіп доступты ашамыз. Ашып болғаннан кейін копировать ссылку деп тұр. Осы батырманы басамыз. Енді копировать етіп алған сілтемемізді өзіміз сабақ беретін сыныпқа кіріп, сол сыныптың күнтізбелік жоспарлауына кіреміз. Сөйтемізде бірінші күнге қымызды тақырып жазылғанның астында қымыз жүктейтін орын тұр. Сол жерге қымызға вставить етіп, біздің жасаған қымызымыздың сілтемесін осы жерге вставить етіп қоямыз. Тап осылай 2-ші, 3-ші қымызларды жүктей беретін боламыз. Біз доступ открыть етіп қойдық, сол арқылы біздегі қымызны сол доступтан күнделік кезетке кім қарайды, сол кісілер көре алады.